Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте құн теориясы туралы ақпарат алуға тырысамыз. Жалпы тауар ол еңбектің өнімі болып табылады. Тауар ол айырбас үшін арналған еңбектің өнімі болып табылады. Осы тауарымыз біздің өз атына лайықты болуы үшін оның екі қасиеті бар. Біріншісі құны, яғни ол тауар басқа бір тауарға айырбастай алатын қабілеті болуы қажет. Басқа тауарға айырбасталуы қажет. Ал екіншісі ол тұтыну құны, ол дегеніміз ол белгілі бір қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыра алуы қажет. Мейлі киім болсын, мейлі тамақ болсын. Енді тағы да айырбас құны дегенде түсінік бар. Айырбас құны дегеніміз ол тауардың айырбасқа түсе алу қабілеттілігін білдіреді. Мысалға, мынау бидай мен алма. Біз қалай анықтаймыз? Бидайдың қандай көлеміне алманың қандай көлемі тең екендігін. Ол үшін бізге өндіруге кеткен еңбек шығынын анықтауымыз қажет. Яғни, осынша бағанағы диқаншы бидайға осынша еңбек жұмсадым деп бекітеді. Дәл осы еңбекке тең болатын бақташы да өзінің еңбегін көрсетеді, дәл солай анықтайды. Яғни, әркімнің өзінің нақты еңбегі бар. Мысалы, диқаншының еңбегі, мынау бақташының еңбегі. Енді осы нақты еңбек үш белгісі бойынша ажыратылады. Біріншісі еңбек затымен, екіншісі еңбек құралымен, үшіншісі өңдеу әдістерімен. Мейлі технологиялары әртүрлі болуы мүмкін. Енді біз білеміз, нақты еңбектің жемісі ол өнім болып табылады. Мысалға, диқаншының нақты еңбегінің жемісі ол бидай болды. Ал бақташының нақты еңбегінің жемісі ол жеміс-жидек алма болды. Ал аспаздың нақты еңбегінің жемісі тамақ болды. Яғни, біздің нақты еңбегіміз ол тұтыну құнын жасайды екен. Мысалға, мынау жұмысшы, өндіруші, ал мынау біздің тауарымыз. Осы жұмысшы мына тауарды өндіруге біраз шығындар жұмсады. Олар күш-қуат, физикалық энергиясы, ойлау энергиясы және уақыты. Яғни, осы барлық шығындары ол абстрактілі еңбек болып табылады. Яғни, тауар өндіруші тауарды өндіруге жұмсаған бүкіл энергиялық шығындарын сипаттай келе, абстрактілі еңбек тұтыну құнын құрайды екен. Тұтыну құнын анықтайды екен. Яғни, тауардың құны дегеніміз ол абстрактілі еңбектің заттай формасы екен. Енді, яғни біздің тауардың құнын анықтауға абстрактілі еңбек жеткілікті ма? Әрине жоқ. Біз білуіміз керек. Мынау бағанағы әркімнің өзінің нақты еңбегі бар дедік қой. Бағанағы бақташының нақты еңбегінің жемісі ол алма деп. Яғни біздің мынау тауар өндірушіміздің нақты еңбегі, тауарды өндіруге жұмсағандағы, ол екі түрге бөлінуі мүмкін. Біріншісі жеке еңбек, екіншісі қоғамдық еңбек. Яғни, жеке еңбегі дегеніміз ол бағанағы тауар өндірушінің өзінің мүддесін орындай келе, өзінің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, дәл сол уақытта ол қоғамдық еңбекті де қарастырады. Яғни, ол тауарды өзі үшін емес, ол тауарды басқа адамдар үшін өндіреді. Яғни, бұл жерде қоғамдық еңбек ескеріледі екен. Яғни, тауардың құны дегеніміз ол тек қана абстрактілі еңбектің заттай формасы ғана емес, сонымен қатар ол қоғамдық еңбек болып табылады екен. Тауар құны оны өндіруге кеткен қоғамдық еңбекпенен де
анықталады екен. Құн заңы барлық тауарлардың өндірілуі және айырбасталуы қоғамда қажетті еңбекке негізделеді. Яғни бұл заң тауардың жеке құны мен қоғамдық құнының айырмашылығына негізделеді. Мысал алайық. Мысалы, сіз қайық, кеме, корабль жасайтын болсаңыз, оның негізі құны жеке құны өте көп. Себебі оған көп күш-қуат жұмсайсыз, оған көп ой еңбегі, ой энергиясы, оған көп физикалық энергия, уақыт кетеді. Яғни оның жеке құны жоғары болуы қажет. Дұрыс па? Дұрыс. Алайда егер ол корабльді өзені жоқ, мұхиты жоқ, көлдері жоқ, шөлейтті жерде сататын болсаңыз, оның қоғамдық құны өте төмен болады. Яғни басқа адамдарға сататын болсаңыз, олардың қоғамдық еңбегі қарастырылмайды. Яғни олардың қоғамда тіпті қажеттілігі жоқ болып табылады. Яғни егер оның тіпті тауардың құн заңына келетін болсақ, ол тауардың жеке құны жоғары болғанымен, оның қоғамдық құны төмен болуы мүмкін. Ал қоғамдық құны жоғары болғанымен, оның жеке құны аз болуы мүмкін. Мысалы, iPhone телефондарын алатын болсақ, оның жеке құны, себестоимость өзіндік құны төмен болуы мүмкін. Оған жұмсалған шығындары, ой еңбектері, мысалы басында бір жасалынды, ал кейін автоматты түрде жасалына береді, оның жеке құны төмен болуы мүмкін. Бірақ оның қоғамдағы сұранысы көп болғанына байланысты, қоғамдық еңбегі жоғары болғанына байланысты, оның қоғамдық құны жоғары болуы мүмкін. Тағы, яғни осындай дүниелер. Бұл тақырыпты сіздер мен дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бұл тақырыпты осы видео дәріспен ғана шектелмей, әрі қарай ізденіп оқуға тырысыңыздар. Жалпы құн заңы келесі қызметтерді анықтайды. Ол қоғамдық еңбекті реттейді, уақытты үнемді пайдалануды ынталандырады, тауар өндірушілердің дифференциациясына, яғни тауар өндірушілердің көп болуына және олардың өндіретін тауарларының әртүрлі болуына алып келеді. Осы дәрістің электронды нұсқаларын сіз көрсетілген сілтеме бойынша таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.